Сәлем достар, қалайсыңдар? Сотканы алып, жақынырақ лайк басамыз, тіркеліп аламыз, даусын шығарайық. Достар, қалайсыңдар? Бүгін бізде күніміз өте күшті болып өтті. Керемет жандармен, жақсы отырыс болды. Бүгін жеңешемнің туған күні. Міне ол кісі де алдымнан шығады қазір. Сәлем деп. Өзі жадырап күліп мәз болып жүр. Бәріміз де мәз, сандуғаш. Балдар да мәз. Міне осындай бала ленд деп аталатын ойын сауық орталығына келді, шақырды. Ол жерде балдарда ойнайтын жер бар екен, кафе отыратын жерлер де бар екен. Мына өзіңіз көргендегідей. Амина барлығы кішкене бала аз екен. Қазір соңғы кешке қарай толып кетеді ойнап жүріп. Жақсы ойнап жатыр. Мадикош сіңді. Онда тұрған жеңешесі мен Сәуле ұйықташа. Міне Мадикош сырғана деп қоям. Қорқыңқырап тұр. Амина міне жақта досым тауып алдым дейді. Садиктегі досымен ойнап жүр. Мені сарбаламен. Балдар да мәз ғой. Күшті ол ойнады ғой. Шаршағанша. Міне Мадикош әлі отырына сіңілім. Ойланып қояды. Сырғанасам, бір жерімді ауырта алмайын ба деп отырдым. Ой, Мадикош. Үшеуін жақта. Қараңыздар, осындай жерлерге кетсе, балдар мәз ішіндегі жегін шығарып кәдімгідей рахаттанады ғой да. Ақырын Сәуле апасымен Мадикош сіңілім сырғанады. Молодец. Қалайсың? Бала тілегіне қабыл деп, балдар тілер айтты. Достар, ұнап жатыр ма? Ендеше лайк басып тіркелеміз, ұмытып кетпейміз. Алда әлі
талай қызық бар. Ән де болды, би де болды. Көңіл күйлеріңіз де тамаша болды. Көп рахмет. Бұл бажалардың әні. Рахмет. Көргендеріңізге лайк басып, тіркелген адамдарда осындай жақсы отыр сіздерде де көп болсын. Ендеше достар, лайк басып, тіркеліп кетеміз. Жақсы отырыстарың көп болсын.